Азеке сіз бер жағына шығасыз. Өздеріңізге бір-бір орындық албаңыздар. Бос тұрған орындықтардан бір-біреу албаңыздар. Жігіттер бере тұрыңдар болмаса. Бір-біреуден алып келсеңдер болды. Мына жерден ала саламыз, бос тұрғандар бар екен. Как раз осы жерлерде. Бұл енді басқа жерлерде де ойнап жүрген шығар, бірақ мен өзім нарынқол жақын жігіті болғаннан осы ойынды жақсы көремін да. Осыны ойнауымыз керек деп ойлаймын. Осыны артына қоя береміз. Автобус деген ойын, екі қатар қоя береміз. Екі қатар, жоқ артына қоя береміз. Екі қатар, екі қатар. Бір орындық артық болды ғой, біреуін алып істейсіңіз. Так, бірінші қатарға, Құдайке, жөніңіз үлкен бірінші қатарға отырасыз. Сіздер бірінші қатарға. Қалғандарыңыз бұлай отыра беріңдер. Жастарды алдына қарай жіберіңіздер, сіздер арт жағына отырыңыздар. Автобустың арт жағында өзі ұйықтап баратын еді ғой. Мейлі отыра беріңіздер. Қалай болса да отыра беріңіздер. Сен жалғыз қақпын ба? Сен отыра беріңдер. Так, Азекем қайда кетіп қалды? Сіз отырыңыз. Сен неге отырсыз ғой автобустың ішінде? Сіз ба дейтінсіз ғой? Бәсен бәрі кетіп қалды деміз. Енді мына кісілер біреуі ұжым, біреуі құда. Бұл кісілерге менге ұжым мен құда деп айтып тұрсам, мен шатсам. Сондықтан командаларына ат қойып берейін. Екеуіңіздің командаларыңыздың аты картошка. Ұмытпаңыздар. Екеуіңіздікі қияр. Екеуіңіздікі помидор. Екеуіңіздікі майонез. Неге екенін білесіңдер? Қазір мен Асекеңге бір әңгіме айтамын. Мұқияттылықтарыңыз бен жылдамдықтарыңызды тексереміз. Мен айтып тұрған әңгіменің арасында картошка деген сөз кездессе, Құдеке ат тұрып, ар жағына келіп бірінші отыруыңыз керек, артымен айналып келіп, сіз айналып келіп, бер жағына бірінші отыруыңыз керек. Өте жылдамдық керек. Анау отырған үлкен сыйлықтардан екеуі бас жүлдені алған адамға кетеді. Соны бір байқап көрейік. Картошка деген кезде, осындай жылдамдықпен кетесіз. Қияр деген кезде ар жағын айналып келіп отырасыз, помидор мен майонез алты жағын айналады. Келіп, осы ар жағынан, сіз бер жағынан айналасыздар. Мына мұқият тыңдап отырыңыздар. Асеке өткенде осы жерде біздің ініміздің тойы болған бір 2 жыл бұрын ба? Ол кезде карантиннің кезі еді ғой. Үйде құда күтеміз, соның құдаға дастархан жайып көріп дегендей. Базарға барып кел деп мені жұмсады еді. Сен тойда жүрсің ғой, көп көріп жүрсің, дастарханға не салынатынын білесің деп список жазып берді. Мына костюмді көп болып еді кимеген. Бағана қалтама қарасам, список әлі жүр ғой қалтамда. Мына қарашы, не ал деп жазғанын қарамайсыз ба? 5 литр май ал депті, 3 килограмм қант дейді, 5 килограмм күріш, 4 килограмм гречка, кинза, укроп, зелень, сельдерей, 5 килограмм картошка дейді, памперс, капуста дейді, қызылша, баклажан, йогурт, 2 лоток жұмыртқа, 3 килограмм помидор дейді обычно, соевый соус дейді, салфетки дейді, пияз дейді, алма, апельсин, 3 килограмм қияр дейді, банан, жүзім, құрма, сосын анандай кішкентай помидорлар ал деп жазды, черри помидор дейді. Сосын банан, жүзім, құрма дейді, жүгері, горох, тұз, қант, ең соңында майонез деп жазып тұр, майонез алды. Сонымен қойш, мына списокты қалтаға басып алдында аптопкаға бардым, мен сол жерде арзанырақ болады ғой деп. Сен кірген жерден құрсын бірінші картошканы табалайын дедім жаңа. Картошканы табалайын дедім. Сөйтіп кірдім да, кіре салған жерде бір келіншек тұр екен, сол кісіден сұрадым, абай картошка қайықты сатады, айтып жібересің бе дедім, картошка қай жағында сатады деп қоймын. Бұлай жүресің деп, кішкентайлар қашылар. Сөйтіп, мен ана сүт сататын жағына кіріп кеттім. Сөйтіп едім, картошка бұл жақта сатылмайды, картошка ана жағында деді ғой. Сөйтіп, жаңа картошка сататын жағын тауып алдым. Сөйтіп, кірген жерде түрік келіншек па, біреу түрген, бара салдым да сұрадым, абай картошкаларыңыз қаншадан деді жаңа. Сөйтіп, 500 еуро теңге дейді да. Өзіңіз ойлаңызшы, о заманда бұл заман адам 500 еуро теңгеге картошка алып жүреді. Қымбат қой деймін ғой енді. Неге қымбат десем, сөйтсем ол неше түрлісі бар екен ғой. Украинский, белорусский, российский, қырғызский, өзбекский, павлодарский. Мен айттым, Нарынқолдың картошкасы бар ма кәдімгі өзіміздің дедім. Бар ғой бар деді, қанша дедіңіздер? Ол да 500 еуро дейді. Мен айттым, сендер неге қымбат? Мен мысалы Алматыдан кіре берісінде Думан деген ықшам ауданда тұрамын. Біздің Ағашойда картошкалар 170 теңге ғой специаль дейді. Сөйтсем олардікі жуылған картошка екен ғой олардікі. Бопты, жуылған болса жуылғаннан сал, енді үйдегілерден аяғын ештеңе шығып, қанша салайын дейді, бір 5 килограмм картошка саласаңыз деді ғой. Сөйт 5 килограмм салдырып алсам, арқамнан бір өтір деді. Не болды десем, қияр алмайтын бетіміз деп қойды. Қиярың не, сен есің дұрыс па, айналайын, мен мына жерде картошка алып тұрмын ғой, картошкамды бітіріп алайын деп бірінші деп қойды. Бір жерден өзім ойлап қоямын, үйде бір 200 килограмм помидор
турап, tuzunu sevip, üstüne bir mayonez жақшы берсең, әдемі салат бола деп қоям ғой енді. Сөйтіп тұрған кезде ана кісі айтады, не айтып кеттіңіз, картошка алып тұр едіңіз ғой дейді. Не болды, салып болып қойдым ба дедім, болдым дейді, қанша килограммсан дейді, 5 килограммсан. Сөйтіп тұрған кезде үйден жеңгем звондады. Алло деп едім, алло, не болды, продуктын алып жатсың ба дейді, алып жатырмын дейді, картошка алдың ба дейді, алдым дейді. Қанша қалды дейді, 5 килограмм деп, аз болып қалмай ма дейді, мен айттым, құда күтейін деп жатырмын, сұрасында аз болса аз болып қалатын шығар деп сөйтсем, келесі апта тағы да базарға барасың ба дейді, жоқ қайда барып жүрдім, уақыт жоқ, бір мөлшер картошка ала салмай ма бірден дедім. Сөзім мейлі алсаң аласа дейді, жалпы негізінде мына қияр, помидор деген нәрсе бар ғой. Ол денсаулыққа пайдалы екен ғой. Денсаулыққа пайдалы екен. Мына майонез деген нәрсені асқазанның бәрін толтырады екен ғой. Сөйт, не жасайын деп жатсыңдар деп сұрады, мен не тамақ жасайын деп жатсыңдар енді құда күткенде деп едім. Жаркое жасайын деп жатырмыз ғой дедім. Ол неден жасалады деп едім. Осы картошка мен ет қой, басқа не дейсің деп. Енді сонша құда күтейін деп жатсың, жаркое жасағандар ыңғайсыздар болды, ет асыңдар дедім жаңағы. Ет асыңдар. Сосын сорпасына картошка сәбіз бірдеңе салып жібердім дедім. Айналасын әлде бір қойып жібересіңдер деп қойып. Жалпы өзіңе асаға сізге қандай тамақ ұнайды мысалға? Картошка дейді. Картошка ұнайды екен сізге. Ол сізге ғана емес, ол елдің бәрі. Мысалы маған асты күйдіріңкіреп пісірілген картошка қатты ұнайды мысалы. Асты күйдіріңкіреп пісірсең керемет болады. Ол маған ғана емес, ол бала шағаға да ұнайды. Мысалға мына кішкентай балалардың бәрі жақсы көріп жейтін чипси деген нәрсе картошкадан жасалатын нәрсе көрмейміз. Сонымен қош бүкіл продуктыны алдық қой енді. Сөйтіп та есіктің алдына машинамен келдім да багажды аштым да қияр түсіріп алдым. Помидор түсіріп алдым. Ана майонездің шелегінің бір жағына бірдеңе тиген ба? Кішкене сылып не арқан екен. Сөйтіп та үй жаққа қарап тұрдым да мына картошканы көтеріп жіберетін біреу бар ма дедім. Бірмеше қой енді. Сонымен ініміз екеуміз зорға дегенде бүйтіп көдіп, жалпы өмірде мен сізге көрген нәрсемді айтып жатырмын ғой, келешекке кеңес болсын. Мына помидор, қияр деген нәрселер бар ғой. Ол пакетте тұрады ғой. Көз алдыңа көрініп тұрады да, бүлінейін деген байсыз, бұзылайын деген байсыз. Мына мешөкпен, қаппен картошка алғандық көріпкен ғой негізінде. Қаппен картошка алуға болмайды екен. Жаңа қаппен картошканы әкеліп есіктің алдына түсірдім да, мешөктің аузын ашып басам, жарты мешөк картошка шіріп кеткен ғой кәдімгідей. Кейбіреу өліп кеткен әуелі. Сонымен қойшы әйтеуір жартысын ашып бүйтіп тамағын жасап, қалай салмақ кетті ма кішкене? Егер тез салмақ тастағыларыңыз келсе, мен сіздерге ақыл айтайын, өткенде бір газеттен оқыдым. Диетолог ғалымдардың зерттеуі бойынша тез салмақ тастағысы келген адамдар картошка жегенді қою керек екен ғой негізі. Оның калориясы аз сияқты болады екен, тез семірді деген. Рас айтамын. Егер сол ең бастысы картошка жегенді қойып кетсеңіздер, тез артта кетуге болады екен. Сөйтіп жаңағы заттардың бәрін түсіріп алдық, салатымызды жасадық, тамағымызды жасадық, керемет болып сол кезде құда күттік. Сол кезде менің үйімде де осындай көршілерім, қызметтестерім, бауырларым, інілерім, достарым, мына отырған 8 жігіт сияқты зыр жүгіріп біздің үйде қызмет жасаған. Ал қазір ортада отырған 8 азамат сіздің тойыңыз жақсы өтсін деп, ары-бері шапқылап жүгіріп жатыр деп есептейміздер. Қосылып қойсаңыздар болады. Отыра беріңіздер, әлі біткен жоқ. Енді бас жүлдені ажыратуымыз керек қой. Бас жүлдені кімге береміз? Картошка деп жатыр ғой. Картошка деп жатыр. Картошкаға береміз дейді. Бір айдан келу керек қой, картошкаға деп жатыр. Картошкаға береміз. Енді ол елдің пікірі екіге жарылуы мүмкін да, мысалы. Сізді әділ қазып алып қалған себебім бар. Мысалы, бас жүлдені сіз кімге беретін едіңіз? Картошкаға беремін дейді ғой. Картошка, дұрыс. Енді дұрыс, сіздің пікіріңізбен менің пікірімде сәйкес келеді екен. Менен келіп біреу мысалы сұраса, мына кісілерден кімге бересің десе, мен де картошкаға беремін деп айтатын едім мысалы. Одан кейінгі орындарды қияр помидорға бөліп бере берсеңдер болады, олар ренжімейтін шығар деп ойлаймын. Майонез әйтеуір өйтіп бір сыйлық алатын болды ғой дейміз. Ой, дұрыс не. Міне, ой, бәрекет. Шынымен де ең көп жүгірген картошка болды ғой бүгінгі. Ең көп жүгірген картошка болды ғой деймін да. Картошка болды ғой деймін да, ең көп жүгірген. Рас. Өздері де қараш. Құдекеңді қарап, ұжымды қарап, өздері де бір картошкаға ұқсайтын да, мынау жігіттер екен деген. Енді ана отырған сыйлықтарды маған жігіттер жетіспеді, шетіне бөліп қойдым. Анау 8-ін бөліп отыра бер. Ар жақта жігіттер бар ғой. Шетінде сол жағында тұрған 8 сыйлық. 8 сыйлық. Майонезден бастап бере бер. Үйленіп қапты екеді. Майонезге беріңдер. Өне артында отыр. Одан кейінгі міне помидорға да бір сыйлық бар. Помидорға сыйлық бар деймін.
Үйретіп қойды, ертең айтқан кезде кететін деп. Қиярды да сыйлықсыз қалдырмаймыз ғой енді. Onlar кәдімгідей үйреніп алды. Енді, мына сіздердікі. Енді бұл кісілердікі кішірек болғанменен картошканы кісі үлкендеу болу керек деп ойлаймын енді өзім сыйлығы. Картошканы үлкендеу болу керек ау. Мінекей, мына сыйлықтарды. Мынаның ішінде үтік бар. Мынаның ішінде не бар еді? Ашып жіберейін ба? Қағын ашып шықпаңыз. Көрейін деген бұл не бар екен? Құдаға беріп жатқан сыйлықты кішкене көрсетіп берейін деген ой. Оның ішінде андай нан жаятын не бар екен? Нан жаятын мәшіне. Нан кесетін, нан жаятын баяғыда біздің ауылда үйде де болатын Құдайбергеннің еншісіне бұйырған екен. Құдайға апарып берсеңіз болады. Енді мына қолдарыңызда бұл кішкентай сыйлық қой, сонша жүгіргенде бергендер осы ма деп ойлап қалмас үшін бүгінгі той иелерінің дайындап қойған мынадай бір керемет сыйлықтары бар. Бұл киноға және театрға арналған билеттер. Дос Мұқасан фильміне арналған билетті тойымыздың соңғы жағында атсалысып жатқан біздің жігіттерге арнайы береміз. Сізге Ғабит Мүсірепов атындағы енелер мен келіндер спектакліне арнайы билет береміз. Оригиналы мына нөмірлерге звондасаңыздар, алуға болады. Ал енді сіздерге менің сүйікті періштем атты Мұхтар Әуезов атындағы театрдағы билет алып тамашаласаңыздар болады. Екеуіңіздікі бірдей. Сіздерге де Дос Мұқасан атты киноға, менің сүйікті періштем деген театрға. Ал енді сіздерге, біреуіңізге Ғабит Мүсірепов атындағы енелер мен келіндер деп аталатын театрға жолдама Құдеке мынау сізге. Ал сізге 30 ұлың болғанша деген спектакль тамашалау үшін Мұхтар Әуезов атындағы қазақтың драма театрына жолдама беріп отырмыз. Қол соғайық, қошеметтейік, құрметтеп, жайғастырайық.